АЭС-тің басқа энергия көздерінен артықшылығы қандай? Біріншіден, бұл ең таза энергия көзі. Ядролық реакция кезінде парниктік газдар, мысалы көмір қышқыл газы мен метан бөлінбейді. Осылайша жыл сайын Еуропадағы АЭС-тер 700 миллион тонна СО2 шығарындыларын болдырмайды. Біріккен ұлттар ұйымы мәліметі бойынша атом энергетикасы парниктік газдарды ең аз шығаратын энергия түрі. Мысалы, 1 киловатт-сағат энергия өндіргенде көмір 820 грамм, табиғи газ 490 грамм, су электр станциясы 24 грамм, күн станциясы 48 грамм газ шығарады, ал атом электр станциясында бұл көрсеткіш тек 12 грамм ғана. Екіншіден, отынға деген тәуелділік төмен, яғни уранның аз мөлшерімен көп энергия алуға болады. Себебі 4,5 грамм уран таблеткасының энергетикалық қуаттылығы 360 келі мұнай, 400 келі көмір, 350 куб метр газға пара-пар. Бұл Қазақстандағы 2030 жылға қарай 6 гигаваттқа жететін қуат тапшылығын шешуге ықпал етеді. Үшіншіден, АЭС құрылысы экономикалық дамуға ықпал етеді. Сондай-ақ жаңа жұмыс орындарының ашылуына септігін тигізеді. Мәселен, АЭС-тің құрылыс жұмыстары кезінде 8.000 адам пайдалануға берілген соң 2.000 адам жұмыспен қамтылады. Төртіншіден, шикізат қорының молдығы. Қазақстандағы уран қоры шамамен 500 жылға жетсе, ал көмір қоры 100 жылды құрайды. Бүгін ғылыми дәлелденген АЭС-тің артықшылықтарымен бөлістік. Шешімді қабылдайтын өзіңіз.